Шахризаттың ертегілері. Пері еліндегі Перизат. Бұның барлығын күні бұрын біліп алған аманаттың көңілі тынышталып ұйқыға кетеді. Ертеңгісін тышқанның айтқандарын бұлжытпай орындайды. Соңғысы сол гауһар жүзікті тауықтың бақайына салған сол еді. Тауық бір сұлу келіншекке айналып шыға келеді. Сол жерде отырғандардың барлығы таң қалғаннан аһ ұрады. Аяғынан тік тұрған патша сол жерде мән-жайды былай деп баяндап береді. Менің әкем Ызылұқпар өз дәуірінде билік құрған шағында бір басында 40 әйелі болды. Бір балаға зар болған адам еді. Бір күні менің анамды алдыртады. Менің анам бір қайыршы балықшының қызы болатын. Сол аруды әкелгеннен кейін әкем бір құмалақшыға барып құмалақ ашқызыпты. Құмалақшы оған әйеліңіз сізге ұл туып береді, бірақ оған төніп тұрған бір қауіп бар деп айтқан екен. 9 ай 9 күн өткенде анам босанып мені туған дейді. Әкем байғұс бүкіл байлығының жартысын шашып тұрып той жасапты. Әлгі құмалақшының болжамы жайлы ұмытып та кеткен болар. Сол тойға көпшілікпен бірге бір мыстан кемпір келеді. Ол мыстан мынадай шашылып жатқан дәулетке таң қалады. Одан қалса әкемнің билігінің шексіздігіне де қызығып бір қулық ойлайды. Анамды сиқырлап қара тауыққа айналдырып, өзі анамның кейпіне еніп, мені өз қолына алған екен. Солар арада жылдар өтіп жатады. Әкемнің билікпен шаруасы болмайды. Ол сол мыстанның сиқырымен ел билігін де қолынан босаңсытып алады. Адамдар арылмас дертке ұшырай бастайды. Кейбір жерлер өз-өзінен құрғап, егін шықпай, қанша адам аштықтан қырылады. Жан-жануар басқа жаққа ауа қашады, малдар шөлден қырылады. Бұның себебіне әкем бас қатырмады. Құдайдың қылғаны деп жүре берді. Кейін мен естидім. Бір күні түнде анамның сарайдан жалғыз шығып бара жатқандығын байқап қалам. Басында мән бергем жоқ. Осылайша бірнеше рет қайталана берген соң ойыма күдік ұялап, бір күні соңынан түсіп аңди бастадым. Ол түнделетіп қараңғы орманға қарай бет бұрды. Мен де жүрдім. Кенет оң жағындағы иығына асып алған дорбадан әлденені алып шықты. Қара тауық. Қара тауықты жерге тастай салды да жынданған адамша ішек-сілесі қата күлді. Тауық әп-әдемі келіншекке айналды. Ол келіншектен мен анамды таныдым. Ал анам деп еріп келген адамым сойдиған екі тісі сыртына шығып тұрған бір албасты. Шошып кеттім. Әлдебір құтыны алды да жартысын анама беріп, жартысын өзі ішті. Анамның қозғалуға да шамасы жоқ еді. Тым әлсіз тұғын. Сол дәріні ішісімен қайтадан қара тауық бейнесін еніп шыға келді. Анамның бейнесіне айналған мыстан тайраңдап сарайға қарай бет алды. Бірден біле қойдым. Қара тауықты бір күнге жоқ қылсам жетіп жатыр екен ғой. Мыстан өз қалпына түседі екен. Сарайға келіп көргенімді әкеме баяндап бердім. Әкем сенген жоқ. Онда тым болмағанда қара тауықты сорпа тиікші деңізші дедім. Әкем сөзімді жерге тастамады. Кешкі асқа қара тауықты сорпа етуді сұрады. Бір қызығы мыстанда келісе кетті. Тауықты ауыстырып қоятын сезген едім. Сондықтан анамды ұрлап жасырдым да орнына басқа тауықты қоя салдым. Мыстан ол тауықты да ауыстырып, орнына келген тауықты қазанға асуға бұйрық берді. Түн батты. Мыстан сарайдан шыққан кезде әкемді ояттым. Екеулеп соңына түстік. Сол күндегі жерге келіп тауықты жерге тастады. Әлгі суын тауыққа бермек түгілі, оқылған дуасынан кейін оның менің анама айналмағанына таңырқап тұрып қалды. Кенет өне бойын ұза биледі білем, бүкіл даланы басына көріп айқайға басты. Оның айқайынан ағаштар дүбімен қопарылып аспанға ұша бастады. Алай-дүлей дауыл тұрды. Мыстанның түрін көрген әкем шыдамады. Беліндегі қылышын алып басын шауып түсірді. Өкінішке қарай не болғанын ұқпадым. Мыстанның күлі көкке ұшқанмен әкем ессіз күйде жерге сұлап түсті. Сарайға оралдық. Барлығы өздігінен оңала бастады. Әкемнің қолындағы гауһар жүзігін алып хандықты өз қолыма алдым. Анам тауық күйінде қалды. Әкем болса әлі күні қал ұйқыда жатыр, деп сөзін аяқтады патша. Сол кезде есік ашылып, басындағы алтын тәжі жарқырап, есіктен бірінші патша кірді. Қуанған темір әкесімен, анасымен көрісіп мәреседе болды. Дүркіретіп той жасады. Бірнеше күн патшаның тойында аяңдап қалдық. Аманат енді жолға да шығуға бекіді. Кетерінде бірінші патша: саған алғысым шексіз батырым.
Өмірімде өзім үшін қымбат деп санайтын асыл бұйымым осы гауһар жүзігімді өзіңе сыйға тартайын. Бұны кезінде маған пері қызы Перизат берген еді. Бұл жүзік қолыңда тұрғанда сен бүкіл әлемнің билеушісі боласың деп еді. Биліктің де, байлықтың да қызығын көрдім. Енді маған ештеңенің де қажеті жоқ. Қымбаттыларым қасымда. Маған осы да жетеді, деді патша күлімсіреп. Сол кезде жігіттің пері қызы Перизаттың есімін бұрында естіген есіне түсті. Тақсыр, мен де жоқ іздеуші едім. Сіздің шаһарыңызға меңзегесін осында келдім. Бірақ сол пері қызы Перизаттың маған да бір қатысы бар ма деп ойлап жүрмін. Енді қайда барарын да қайдан іздерімді де біле алмай қалдым. Соған көмектесерсіз бе, деді мұңайып. Онда балам, сен іздеген жоғыңның бір ұшын Батырханның елінен табарсың. Мүмкін сол саған бір жөн сілтер. Солтүстікке сапарға шық. Сол жерге барсаң, пері қызы Перизатты қайдан табуға болатыны мүмкін саған сол айтып қалар, деді Темір. Барлығымен қош айтысқан Аманат осылайша жұмбаққа толы сапарын әріге жалғады. Темірханның елінен Батырханның еліне сапарға шыққан Аманат ұзақ жүрді. Қыс соңынан қыс, жаз соңынан жаз шықты. Соңында қалған ата-анасын сағынды, іші қан жылады, бірақ істерге амалы болмады. Бір күні кең көсіліп жатқан шалқар дарияға тап болды. Дарияның ұшы-қиыры жоқтай. Мынадан өтуім не бұл енді қайттым деп ойланып тұрып қалды. Әрі бір бері бір ойланғанмен арғы жағаға қалай өтудің амалын таппаған жігіт еріксіз жол соқты болып, көп жүргеннен әбден шаршаған, не де болса тынығып алайыншы деп шешеді. Ұйықтап жатып біреулердің дәл құлағының тұсынан күбір-күбір сөйленгенінен оянып кетті. Ақырында байқаса, жаға шетіне шығып қалған тасбақалар екен. Тасбақалар мына ақымақтың ұйқысын қара. Жатысы жарасып қалыпты әбден. Тұрған соң мына дариядан қалай өтпекші? Темірханның жүзігінің сиқырлы жүзік екенінен бейхабар ауыл байғұс. Мен бұның орнында болсам, жүзікті саусағыма киіп, мына дарияның шетінен бір уыс су алып, дария менің уысым, уысым менің көлшігім, арғы жаққа өткіші, жат мекендік елшімін десе болмайды ма деген екен. Жігіт қуанып кетеді. Орнынан қарғып тұрып жаңағы тасбақалардың айтқанын айнытпай істеп еді. Көз алдындағы дария бір уыстай ғана болып аспанға көтеріліп бір шөкім бұлтқа айналады. Жалғасы бар.